Ардақты абайлықтар, қадірлі ағайын. Қасиетті абай жері ежелден елге қызмет еткен ерлер көп шыққан құтты аймақ. Ел жұртқа жақсылық жасаудың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан игі дәстүрі бар. Бұл өлкеде кешегі Құнанбай, Ақтайлақ билер қазақ баласының ертеңін ойлап, кейінгілер аңыз қылып айтардай ірі іс атқарды. Осы өнегелі мектеп пен үлкен арманнан абай туды. Ол тұтас қазақ ойын өзгертіп, қиыр шеттен қияндалаға білім мен өнердің шуағын шашты. Абайдың ізін ала қазақ ренессансын тудырған Алаш үкіметінің осы топырақты өркен жайғаны кездейсоқтық емес. Аталы жолдың заманға сай жалғасы еді. Қазақтың алғашқы театрының қойылымының осы өңірде қойылуы, Семейдің Алаштың астанасы болуы, алғашқы баспаның ашылуы, қазақ футболының басталуы бәрі де құтты мекеніміздің прогресс отан екенінің айқын айғағы. Ол туған жеріне туын тіккен, туған еліне тамырын терең жалғаған ұл қыздардың жүрек қалауы, елдік пейілі мен еселі еңбегінің жемісі болатын. Бұл даңғыл жол ешқашан үзілмек емес. Сіздер сондай қасиетті топырақта туып, қастерлі мекенде түледіңіздер. Асқақ армандарыңыздың түп қазығында осындай тарихи жол, тағдырлы өлке тұр. Қадірлі ағайын, іскер топ өкілдері, қазақ елі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары талай бұралаң жолдан өтіп, тағдырлы кезеңдерді бастан кешті. Сол қиын кездерде облыс жабылып, ел жан-жаққа көшті, аймағымыз шетқақпай көрді, ол жасырын емес. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жылғы 3 мамырда қол қойған тарихи жарлығымен Абай облысы қайта құрылды. Бұл біздің облысымыз үшін тарихи әділдіктің орнаған күні болды. Тынысы ашылған туған өлкемізде ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Инфрақұрылым жүйелі түрде жаңғырып, білім мен денсаулық сақтау саласы жаңа деңгейге көтерілуде. Кәсіпкерлерге қолдау күшейіп, ауыл аймақтарда жаңа нысандар салынып жатыр. Мұның барлығы халықтың жағдайын жақсартуға бағытталған игі қадамдар. Мемлекет басшысының қолдауымен Абайға құрмет акциясы басталды. Хакім Абайдың 180 жылдық мерейтойына орай еліміздің әрбір өңірі облысымызға бір-бір нысаннан салып бермек. Қазір Маңғыстау, Түркістан, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан облыстары және Шымкент пен Астана қалалары тиісті жұмыстарды бастап та кетті. Қалған өңірлер де бұл бастаманы қолдайтындықтарын білдіріп жатыр. Мен жақында ғана облыстың алдағы даму жоспарын жарияладым. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Соған сәйкес Семейде 75 мың тұрғынға арналған жаңа ықшамаудан салуды жоспарлап отырмыз. Мұнда тұрғын үй кешендері, 40-тан астам әкімшілік, коммерциялық және әлеуметтік нысандар, саябақтар бой көтереді. Жоба аясында болашақта жастар сарайы, жекпе-жек сарайы, ғалымдар үйі, медиа орталық, көрме орталығы, достық үйі, инвесторлар орталығы, музыкалық мектеп, филармония, этносаябақ, стадион, колледж, музей, балабақшалар, қонақ үйлер мен сауда кешендерін салу жоспарланып отыр. Өңіріміздің өркендеу жолында көп болып жұмылып, бірлік пен сенімді серік етсек, кез келген күрделі мәселенің түйін тарқатуға болады. Облысты дамытудың кешенді жоспарына шетел инвесторларын тарту бағыты да қарқын ала бастады. Сіздерді де аймақтың алға басуына бірге атсалысуға шақырамын. Құрметті кәсіпкерлер, іскер азаматтар. Біз бүгінде әр салада жетістікке жетіп, елдің абыройын асқақтататын жерлестерімізбен мақтанамыз. Туған ауылына қамқорлық жасап, елге жанашырлық танытып жүрген азаматтар аз емес. Бұл нағыз отансүйгіштіктің, ел мен жерге деген адалдықтың жарқын көрінісі. Алдымызда тұрған маңызды міндеттеріміздің бірі өңіріміздің әлеуметтік экономикалық әлеуетін арттыру, жаңа жұмыс орындарын ашу. Мен сіздерді туған жердің дамуына өз үлестеріңізді қосуға шақырамын. Бұл тек қана азаматтық борыш емес, ұрпақ алдындағы аманат, ел болашағына бағытталған іргелі қадам. Сондықтан мен сіздерді маусымның 19 мен 20 күндері Семей қаласында өтетін туған жерге туың тік атты инвестициялық форумға белсене атсалысуға шақырамын. Бұл әр азаматтың туған топырағына тағзым жасап, кіндік қан тамған қасиетті мекенге құрметін білдіруге тамаша мүмкіндік. Форум алыста жүрсе де, жүрегі туған ел деп соққан жерлестеріміздің басын қосатын, ортақ мақсаттар мен ізгі ниеттер тоғысатын маңызды алаң. Туған жерге туын қадаған, өскен өлкеге тамырын терең жайған азаматтың бағы биік, мәртебесі басым,
рухы әрқашанда асқақ болары сөзсіз. Туған жерге туың тік халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ұлы ұстанымы. Ата бабамыздың осы өсиеті бүгінгі күні де өзекті. Ертең үшін де бағдаршам болмақ. Ендеше ел болашағы үшін бірге еңбек етейік. Туған жердің гүлдену жолында бірлігіміз бекем болсын. Абай өңірін бірге дамытайық. Туған жерге туың тік ағайын.